Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін жаппасай деп аталатын ерекше бір тағамның рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен видео басталмас бұрын менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын илейміз. Салқын суымызға бір шай қасықтай тұз қосып, тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Кейін ұнымызға бір жұмыртқа шағып, бір ас қасық күнбағыс майын құйып, суымызды бөліп қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте эластичный болып шықты. Бөлме температурасына жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін бөлме температурасына жайып қоямыз. Сәл қамыр қаязуы керек. Ал оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Қазанға күнбағыс майын құйып, пиязымызды майдалап турап, жақсылап қуырып аламыз. Пияз жартылай қуырылғаннан кейін фаршымызды саламыз. Қаласаңыз, етті майдалап турап қоссаңыздар да болады. Фаршымызды 5 минуттай қуырып аламыз. Кейін майдалап туралған сәбізімізді де қосып, жақсылап араластырып қуырамыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш, томат қосып, жақсылап қуырамыз. Кейін картопымызды да майдалап турап қосамыз. Және мен бір дана лавр жапырағын қолдандым, ол жағы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Салмамызды қуырып алдық, енді аз мөлшерде су құйып, қазанның қақпағын жауып, ең баяу отта 20 минуттай пісіреміз. Ал оған дейін қамырымызды дайындаймыз. Қамырдың бетіне күнбағыс майын құйып, барлық жеріне күнбағыс майын жағып шығамыз. Кейін қамырды дәл видеодағыдай бүктеп, кейін дәл пельменге тураған секілді қылып турап аласыздар. Кейін қайта жайып, ұзынша етіп жайып, кейін көбіктап тураймыз. Сол кезде біздің қамырымыздың екі бетіне де май тиетін болады. Ал енді салмамыздың үстіне қамырларды орналастырып шығамыз. Дәл видеодағы әдіспен орналастырып шықсаңыздар, кейін пісіп болғаннан кейін алуға да ыңғайлы болады. Газдың асты осы сәтте ең баяу тұрғаны дұрыс. Қамырларды орналастырып болдық. Енді ең баяу отта 30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болып қалды. Енді ыстық күйінде абай болыңыздар. Бөлек ыдысқа салқын су құйып алып, қолыңызды соған малып, кейін қамырды алуға ыңғайлы болады. Қамырымызды ең алдымен тарелкаға әдемі түрде орналастырамыз. Қамырымызды орналастырып болғаннан кейін бетіне салмасын саламыз. Міне бүгінгі біздің жаппасай тамағымыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.